Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы экскаваторлар мен скреперлер мен бульдозерлер мен жер жұмыстарын жүргізу. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты студенттерге жер қазу және тасымалдау машиналар жайлы түсіндіру, экскаваторлардың түрлері және олардың қызметі жайлы толық ақпарат беру, бульдозерлердің атқаратын қызметін түсіндіру, скреперлер жайлы мәліметпен бөлісу. Сабағымыздан күтілетін нәтиже: жер қазу тасымалдау машиналарының қайсысы қандай жағдайда қолдану қажет екенін студенттер біледі, экскаваторлардың түрлері және қызметі жайлы толық ақпаратпен танысады және олар түрлері бойынша топтарға бөле алады, бульдозерлердің атқаратын қызметін түсінеді, скреперлердің қызметіне толықтай студенттер таныс болады. Жалпы жер қазу тасымалдау машиналарының жалпы сипаттамасы тақырыпшамыз. Бұл жерде жалпы құрылыс машиналарын мыңдаған типоразмерлері тағайындалуына байланысты жұмыс істеу принциптеріне, өлшемдеріне, күштілігіне, өнімділігіне байланысты пайдаланылады. Және құрылыс машиналарының былай классификацияланады, олар тағайындалуына, яғни технологиялық түріне байланысты жұмыс істеу режиміне, қондырғының күш алу түріне, жүру дәрежесіне және әмбебаптылығына байланысты. Жалпы құрылыс машиналарын тағайындалуына байланысты ол мынандай топтарға бөлінеді. Ол тасымалдау, тасымалдаушылар және арту, түсіру, жүк көтеру, жер жұмыстарына арналған, қада қағу жұмыстарына арналған, әрлеу жұмыстарына арналған, бетон және темірбетон жұмыстарына арналған және қол машиналары. Яғни олар механизацияланған құрал-саймандар болып табылады. Жалпы құрылыс машиналарын жұмыс істеу принципіне байланысты олар 4 топқа бөліп қарастырылады. Бірінші жұмыс істеу принципіне байланысты олар машиналарды периодтық іске асыру, бір жұмысты бірнеше периодта қайталау жолымен және өнімді циклды беру түрі, құрылыс крандары, бір шөмішті экскаваторлар және погрузчиктер, бульдозерлер, скреперлер және тағы басқа, және үзіліссіз іске асыру машиналары, конвейерлер, көп шөмішті экскаваторлар және артқыштар, ерітінді тасымалдайтын насостар болып бөлінеді. Кеңгісі қондырғының күш алу түрі. Олар машиналар ішінен жанатын двигательдер, электрлік, гидравликалық және пневматикалық двигательдер болып бөлінеді. Көп құрылыс машиналары аралас тарту түріне жатады. Мысалы, дизель электрлік және дизель гидравликалық, дизель пневматикалық, электрогидравликалық және электропневматикалық және тағы басқа түрлері. Үшінші түрі әмбебаптық дәрежесіне байланысты машиналар көп мақсатқа байланысты әмбебап, әртүрлі ауыстырылатын қондырғылар жабдықталған және арнайыландырылған, жұмыс қондырғысының бір-ақ түріне жабдықталған және бір технологиялық жұмысты орындауға арналған. Төртінші жүру дәрежесіне байланысты оларда машиналар стационарлы, көшіп қондырылатын және жылжымалы болып бөлінеді. Ең соңғылар жұмыс уақытында немесе тасымалданғанда жүреді және олар өздігінен жүретін принципті және жартылай принципті болуы мүмкін. Жалпы барлық шығарылған құрылыс машиналарына бірыңғай индексия жүйесі бекітіліп таралып, сол себепке байланысты әр машинаға шығарылған орнынан индексация, яғни оған марка беріледі. Бізде мына слайдымызда маркалар қара әріптермен арнайы көрсетіп қойғанмын. Мысалы, ЭО деп отқанымыз бір шөмішті экскаватор, ЭТР деп отқанымыз роторлы траншейлі экскаватор, ЭТЦ дегеніміз роторлы шынжырлы экскаватор, ТЗ дегеніміз жер қазу тасымалдау машиналары, ДП дегеніміз дайындау жұмыстарына арналған және тоңған топырақтарды өңдейтін машиналар, ДУ дегеніміз топырақтарды және жол жабындарын тығыздайтын машиналар, КС дегеніміз өздігінен жүретін жебелі крандар, КБ дегеніміз мұнаралы құрылыс крандары, СП дегеніміз қадаларды ендіруге арналған қондырғылар, БМ дегеніміз бұрғылар және бұрғылау кранды машиналар, СО дегеніміз әрлеу жұмыстарына арналған машиналар, ТМ дегеніміз көп шөмішті артқыштар, ТО дегеніміз бір шөмішті артқыштар, ТП дегеніміз подъемниктер, ТК дегеніміз конвейерлер, ИВ дегеніміз вибраторлар және тағы басқа. Бүкіл осы құрылысқа арналған машиналардың осындай өзінің маркасы болады. Жалпы экскаваторлар дегеніміз ол өздігінен жүретін жер қазу машиналары болып келеді. Олар топырақты қазуға және тасымалдауға арналған. Экскаваторлар бір шөмішті негізгі жұмыс органының периодтық циклдік жұмыс істеу принципі, сонымен қатар ковштың әртүрлі сыйымдылығы және көп шөмішті тоқтаусыз жұмыс істейтін экскаваторлар болып бөлінеді. Бір шөмішті экскаваторлар жұмыстарды бөлек көп қайталатын циклдармен іске асырылады. Сол уақыт ішінде қазу және топырақты тасымалдау операциялары бөлек және бірінен кейін бірі іске асырылады.
Жалпы тоқтаусыз жұмыс істейтін экскаваторлар топырақты қазу және тасымалдау бір уақытта және тоқтаусыз іске асырылады. Осындай экскаваторлардың еңбек өнімділігі бір шөмішті экскаваторлардан жоғары, яғни 2-3 жұмыс уақытын топырақты тасымалдауға және жұмыс қондырғыларының орын ауыстырылуына жоғалтады. Жалпы экскаваторлардың түрлері, бірінші суретте белгіленгеніміз ол бір шөмішті экскаваторлар, яғни универсал экскаваторлар деп аталынады. Ол жер жұмысына және құрылыста арту түсіру жұмыстарына карьерлердегі құрылыс машиналарын өңдейтін болып тағайындалады. Тағайындалу бойынша тоқтаусыз жұмыс істейтін экскаваторлар ойпандар, төртбұрыш және трапециналды профильді бойлық қазатын машиналар болып бөлінеді. Олар су желілер және әртүрлі тағайындалған коммуникацияларға траншейлер қазатын және жоспарлау және мелиоративті жұмыстарға арналған машиналар болады. Екіншісі бізде құрылыс экскаваторлары. Құрылыс экскаваторлары ол 4-5 категориялық топырақтарда жер жұмыстарына арналған экскаваторлар болып табылады. Және құрылыс экскаваторларын топырақты өңдегенде жұмыс циклі келесі атқаратын операциялардан тұрады. Бұлар топырақты қазу, яғни ковшты топыраққа толтыру, завойдан ковшты топырағымен көтеру, төгетін орынға ковшты бұру, ковштан топырақты тасымалдау қондырғысына және авалға төгу болып табылады. Келесі түрлері ол траншейлі экскаватор. Траншейлі экскаватордың суреті слайдымызда берілген. Ол құрылыста сызықты жерасты коммуникацияларды ашық түрде төртбұрышты және трапециналды профильді траншейлерді қазғанда, газ, мұнай, су және азық жүйелеріне канализация және жылу жүйелерін, кабельді байланыс жүйелерін және электр қондырғыларында қолданылады. Сонымен қатар ғимараттар мен үймереттердің астындағы ленталы фундаменттерге траншея қазғанда қолданылады. Жалпы олар өздігінен жүретін көп шөмішті және шөміші жұмыс органдары бар қазу машиналары болып есептелінеді. Ал келесісі бізде роторлы траншейлі экскаваторлар. Олар шын жыр табанды тракторға немесе арнайы тягачтарға бекітілген немесе жартылай принципті қылып орнатылған болып келеді. Және ол 4-5 категориялық топырақтарда ірітас қосындылары жоқ, яғни 300 мм-ге дейін, сонымен қатар беттері қатқан тоңған топырақтарды әртүрлі тереңдікке төртбұрышты және трапециналды профильді траншейлерді өңдеуге, тягачтардың зелдеріне негізгі атқаратын механизмдеріне және қосалқы қондырғыларында іске асырылады. Келесі бізде бульдозерлер. Жалпы бульдозерлер деп отқанымыз ол 1 және 4 категориялық қабат топырақ торын өңдеу және тасымалдауға, сонымен қатар жартасты және тоңған топырақтарды босатуға қолданылады. Олардың көмегімен құрылыс алаңын жоспарлауға, үйінді жасауға, ойпанды және қазан шұңқырларды өңдеуге, топырақтарды тегістеу, басқа машиналар тіркеп, фундаменттер және коммуникациялар астына траншейлер қазу, шұңқырларды, траншейлерді, қазан шұңқырларды және ғимарат іргетастарды айналасын көму, қардан, тастардан, өсімдік қабаттарынан, түбірлерден, майда талдардан және құрылыс қоқыстарынан тазалайды. Жалпы бульдозерлердің тағайындалу бойынша тарту класы бойынша базалық машинаның жүру қондырғыларының типі бойынша жұмыс органының конструкциясы және отвалды басқару жүйесінің типі бойынша классификацияланады. Жалпы тағайындалу бойынша бульдозерлер жер қазу, яғни тасымалдау негізгі түрлерін атқаруға қолданылатын жалпы және әртүрлі топырақтарды жұмыс жасайтын қосалқы тағайындалулары және арнайы қасиеттері ерекше топырақтар немесе технологиялық жағдайларда арнайы жұмыстарды орындауға арналған болып бөлінеді. Соңғылары олар арнайы, яғни itергіш бульдозерлер және жер асты және су асты бульдозерлер жатады. Жалпы басқару жүйесінің типі бойынша бульдозерлер гидравликалық және механикалық басқару болып бөлінеді. Келесі бізде скреперлер. Скреперлер деп отқанымыз өздігінен жүретін немесе принципті жер қазу тасымалдау машиналары болып келеді. Олардан жұмыс органы доңғалаққа бекітілген ковш, оның астыңғы жағына топырақ қабатын кесуге арналған пышақ орнатылған. Скреперлер қабаттарды кесуге, тасымалдауға, тегістеуге және 1-4 категориядағы топырақтарға алаңды құрылысқа инженерлік дайындауда, топырақты аздап нығыздауға, кварталдарды жоспарлауға, үйінді жасауға, енді тракшейлерді өңдеуге және ойпандарды, әртүрлі ғимараттар дайындауға және тағы басқа жұмыстарда қолданылады. Көбінесе скреперлерді суланбаған орташа топырақтарды, ірі тасты құрылымдарда болмаған топырақ жағдайларында жұмыс істейді. Скреперлер мен ауыр топырақтарды өңдегенде олар алдын ала кесу қабаты қалыңдығынша босатып алады. Скреперлердің бастапқы бір қатар машиналардың негізгі параметр ковштың геометриялық сыйымдылығы болып табылады. Жалпы скреперлер классификацияланады. Ол ковштың сыйымдылығы бойынша кіші, орташа және ауыр сыйымдылықты машиналар болады. Ковшқа енгізу әдісі
әдісі бойынша топырақ қабатын жылжу күшімен кесіп, пассивті енгізу құрғыш көмегімен күштеп енгізеді. және ковштан әдісі бойынша ковш қабырғасын алдыға жылжитын күштен төгу. Машинаның жүруі бойынша ковшты